Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle biraz zor konuların birisine başlıyoruz. Çünkü bugün biz sizinle fiilleri öğreneceğiz. Fiil, это у нас глагол, yetiştik. Haydi başlayalım. Fiiller. Ben size buraya sadece bugüne çok az fiilleri vereceğim. Bakın, fiil, это у нас yetiştik, глагол. Лер, это у нас yetiştiктер, да, множественное число. Bazı fiilleri şimdi buraya yazacağım ama daha da çok derslerin üzerinde biz sizinle yeni fiilleri öğreneceğiz, tamam mı? Жаңа fiillerde, yetiştiklerde öğrenетін bolamız. Kalkmak, тұру, oturmak, oturу, yürümek, жүру, gelmek, келу, gitmek, кету, yapmak, жасау, yazmak, oku ve oku. Yazmak, жазу, okumak, oku. Burada ne fark ettiniz? Neyi fark ettiniz? Niye baykadınız? Evet, bütün fiillerde mak, mek ekleri var. Негізі biz ережелерде bunu қолданған кезде mak, мектер түсіп, оның орнына ереженің жұрнақтары, жалғаулары жалғанады. Бірақ мен сіздерге қазір mak istemek. Осындай бір ереже бар, соны үйретіп кеткім келеді. Mak istemek деген, яғни mak, mek fiillerin mak, mekleri kalıyor. Yani kalkmak, oturmak деп сол kүйінде қала береді. Бірақ istemek деген негізі тоже fiil. Ол да бір етістік болып табылады. Istemek, қалау, бір нәрсені қалаймын. Ағылшынша правила бар да, I wish to деген. Ағылшынша оқыған болсаңыздар, ну, я хочу что-то деген сияқты. Burada biz nasıl kullanıyoruz? Қалай қолданамыз? Mesela ben kitap okumak, ne жазайын да астына сыймай қалды себебі. İstiyorum деген қалаймын, дәл қазір. Бұл ережені біз şimdiki заманда өткен кезде өтетін боламыз. Яғни біз мына жақтағы istemek деген мекті өзгертеміз. Осы шақ, өткен шақ, келесі шаққа, бірақ алдындағы mak, mek fiil болып қала береді. Ben kitap okumak istiyorum. Ya da ben kafeye, мы проходили, да, gitmek istiyorum. Men kafeye bargım kelip tur da, ben kafeye gitmek istiyorum. Ya da ne diyebiliriz buradan? Ben ne yapmak istiyorsunuz? Ben kahve yapmak istiyorum. Men kofe жасағым келеді. Ben kahve yapmak istiyorum. Türk kahvesi ya da değil mi? Türk kahvesini yapmak istiyorum. Anladınız mı? Yani biz aslında негізі biz ережелерде екі етістікті бірге қолданбаймыз, ya. Мысалға, мен отырайын деп, отырып, оқып деген сияқты. Ну, екі етістік кез келген жерде көп бірге қолданылмайды. Бірақ бұл жақта сондай бір ереже бар. Mak istemek. Яғни етістікпен бірге басқа етістік қолданады, және бірінші етістік өзінің соңындағы жалғауларын алып қалады. Сол күйінде екінші етістік қана өзінің жалғауын өзгерте алады. Яғни бұл жақта оқымақ деген өзгертпейді,
istiyorum деген қана өзгертеді. İstemek. Ya da gitmek kaladı. İstiyorum özgüredi. Tamam mı? Bir de arkadaşlar bir daha ben bu derste sizinle ile ekini öğrenmek istiyorum. İle. İle. Это у нас бірге, да, bir нәрсемен, с чем-то. Mesela ben elma ile karpuz satın almak istiyorum. Men alma және karpuz satып alғым келіп тұр. Вот видите, здесь обратно. Satın almak деген сатып алу. İstiyorum, қалаймын. Сатып alғым келеді, соны қалаймын. Ben elma ile karpuz satın almak istiyorum. Ya da, bakın, или это у нас можно прибавить к слову, как окончание лале. Mesela elma ile. Это тоже помним, да? Elma ile karpuz. Яғни, ile дегенді бөлек жазсақ болады, және деп, немесе elma менен дегенде бірге жазып кетсек болады. Ve böyle bir durum var. Güldana'yla. Güldana'yla ben gidiyoruz. Güldana және мен кетіп бара жатырмыз. Және деген сөзді білдіреді. Немесе senin kalem болғасын le. Kitabın nerede? Senin қаламың мен кітабың қайда? Немесе мына жақта ленің орнына тек қана ile деп айтсақ болады. Senin kalem ile kitabın nerede? Ya da o arkadaşları, dostları men birge arkadaşları ile geziyor. Dostlarымен бірге қыдырып жүр, ya. Немесе қалай айтсақ болады? Arkadaş. Егер бірге жазатын болса, қалай болады? Arkadaşları la. Себебі мына жақта arkadaşı дегенде ы-ға біткесін, екі ыдан кейін е харфы келиyor. Мына жақта даусыз емес, но бұл басқа ереже. Яғни arkadaşlarıyla geziyor. Ile дегенін орнына қысқартып la деп бірге қосып айтып жіберсек de болады. Tamam, o zaman arkadaşlar bugünkü dersimiz böyle azıcık kolay ve anlaşılır, değil mi? Haydi görüşürüz.